Екінші хадис. Тақуалықтан кейінгі ең жоғарғы дәреже. Әби Умамиден, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, былай деген: мүмін үшін тақуалықтан кейінгі ең қайырлы нәрсе салиқалы әйел. Салиқалы әйел күйеуін тыңдайды, күйеуі қарағанда оның көңілін көтереді, ант еткенде оған кесірін тигізбейді. Күйеуі ұзаққа кетер болса, өзінің ар-намысы мен күйеуінің мал-мүлкін сақтайды. Дүние мен ақыретте мұсылман үшін тақуалықтан артық ештеңе жоқ. Өйткені екі дүниенің бақыты тақуалық. Тақуа кісінің осы өмірі мен ақыреттегі өмірі жұмақ болады. Бұл жайында Құран кәрімде былай дейді: Раббыңның құзырынан шығудан қорыққан кісіге екі пейіш бар. Кейбір тәфсіршілер аятта келтірілген екі жұмақ сөзінің біріншісі шынайы жұмақ, ал екіншісі дүниедегі жұмақ деп жорамалдайды. Мұсылман кісі үшін тақуалықтан кейінгі ең қайырлы нәрсе салиқалы әйел екендігі осы хадисте нақты айтылған. Сондықтан әйел кісі Аллахқа құлшылық жасап, күйеуіне бағынып, сөзіне құлақ асса, оның салиқалы әйел екенін білеміз. Құран кәрімде былай делінген: жақсы әйелдер бойсынушы әйел. Аллах оларға қоруға бұйырған көрінбейтін нәрселерді қорғайды. Осы аяттағы көрінбейтін деген сөз ер адамның дүние мүлкі, әйел кісінің өз ар-намысы мен отбасының сыры. Әйел күйеуіне бағынғаннан кейін оның көңілін көтеріп, оған жылы шыраймен қарап, әрбір ісіне мұқият болу керек. Осындай бойында жақсы қасиеттері бар әйелді салиқалы әйел деп атайды.